аспанға ұшқан алғыр құш аспанға ұшып шыққанда қанатыменен учучу қайрылып жерге қонғанда құйрығыменен қонучу айланайын ерендер манастың манас болушу ечиркине көңірден болучуңа деп ушентип турганда айкөл манас кабылан айланайын жарыктык алмамбет кийип айтканда бек айтып ошол кезден айыр манас бурамасы сары жез дүрбүсүн мындай алганы бурап алды дейт оң көзүнө жибирип кылдаган эли бар кумурскадай жайнаган бежинди карап турду дейт ошол кезден жарыктык алмамбетти чакырып бежиндин жайын ошондо сурап турган чак экен ошол кезден алмамбет айкөл манас батырга бежиндин жайын ошондо айтып турду көрдүңбү көрүп көгүл бүлдүңбү эр манасым угуп тур жана кылдаган эли бар жетип бежинди көрдүңбү көрүп көңүл бүлдүңбү мунарыгы төгүлгөн чет бежинди көрдүңбү анын бириң жагында кара курту бармактай жалбырагы жаргактай битигеси тулаңы белден болуп чириген чоң бежинди көрдүңбү көрүп көңүл бүлдүңбү анан бери келгенде жана кечилдин каны коңурбай арба курган чоң калдай коңурбайдын чеби бар ал чебиңди карасаң эме мыктап байкасаң жалгыз көздүү малгундуң эмин кайтарат айланайын эр манас андан бери келгенде дарбазасың алтындан айланайын эр манас эсең кандың тагы бар ошол күндө жаннага андан берин күткөндө кырк уруудан бириккен канжар колдун эли бар канжар колгон ошондо катылып эч ким барбаган ошол кезден аскерлер кол салаң албай турат деп ушинтип айтканда айкөл манас падыша алмамбетке ошондо тарынып турган чак экен айланайын алмамбет эр манас каң ошондо өз өмүрүн алмамбет айтып турган чак экен угуп тургун эр манас ошол кезде мен өзүм түп бежинди чоң ойдум айланайын жарыктык балалыгым ошол жерде эми мындай өткене
исинхан менен алуки азизхан менен карыхан төртөө мындай бир тууган бир учурда азизхан уялашы карыканга кат жазган ал катынын ичинде уялашым карыхан алтымыш катын алсам да туяк көрбөй өтөмбү андан көрө сен мага коңурбайдай зор бала турган катынды алып бергин деп жазган айланайын карыхан азизхандын жанагы жазып берген бул катын эми мыктап окуп атын алып бермеке дарбазасын ачтырып добулбасын кактырып сурнайларын тарттырып кернейлерин кактырып ошол кезде карыхан элиндеги булгуне келин кызын чакыртып эми мындай жандагы сынатмакаң ошондо кожолорун чакыртып ага дагы болбосо аярларын чакыртып астына келген кыздарды сынап турду көрдүңбү көрүп көңүл бөлдүңбү астынан ошондо нечен кыздары өтүп турду көрдүңбү ошол кезден кыздары кожолордун жанагы купулунан абыдан тола албаган учуру ошол кезде жанагы карыкандын балдары сороңкулдун кенжеси алтын айдай пендеси ошону кармап алды дейт карыкандын алдына эми апарып салды дейт ошону көргөндө көрүп көңүл бөлгөндө айланайын карыхан казизханга ошондо үч молдонун алып келип 3 күн нике кыйдырып аялды каң жанагы алтын айдай перини алып берген чагы бар ошол кезден жарыктык алтын айды карасаң толгосу жеткен күнүндө 9 күн өтүп качып барып ошондо алтын айды карачы Алмамбеттин таладан төрүп алганы Алмамбеттин алтын ай бир да жанга угузбай бир да жанга туйгузбай багып жүрдү көрдүңбү көрүп көңүл бөлдүңбү ошол кезден азизхан күмөн санап баладан аярларын чакыртып эми мындай караса чын элең эмиң ошондо нике кылган мезгилден 9 күн өтүп турган чак экен эми ишенип ошондо айланайын азизхан Алмамбетке ошондо ат койдурмак болгондо
가르칸 강알 파르간 할가르칸 오손도 할만비 등유주드 할르발르 부손도 빌당아트 고얄바이 바스가트 푸르두데잇 할랑그 자불부두 가이단자이단 자나가 학사칼 찬두마나 민고요윤불라트 디우손도두마나 할만비띠 골가럽 할만비띠 왓고육 күздің болып тұр мен 6 жасқа шыққанда ажыдардың оқусын емемындай барғанда бірінші жылы 5.000 емең барғанда 5.000-нен içінен 5-ің аман қалғанда кейінгі жылың ошондо 6.000 адам барды дейт 6.000-дин ичинде 6 аман калды дейт кейінгі жылың ошондо 7.000 бала барды дейт 7.000-дин ичинен 7 аман калды дейт кейінгі жылың ошондо 8.000 адам барды дейт 8.000 адам ичинен 8 аман калды дейт андан кийин ушунду 9.000 адам барды дейт 9.000 адам ичинден 9 аман калды дейт андан кийин ошондо 10.000 адам барды дейт 10.000 адам ичинен 10 балаң аман калды дейт айланайын жарыктык жана кара жоюлушуп сайдар учуу менен атышты абыдан мындай абыдан эмең ушуну үйдөнүп эмен калышты мен ошондо жанагы 12ге чыкканда сарала токуп мингенде айланайын мен өзүм биринчи жолуң ошондо ит өлбөстүн жолунда айланайын жарыктык Коңурбай менен кездештим биринчи жолуң ошондо Коңурбайга кездештим Коңурбай менен беттештим Алмамбетти карасаң оң колуна сырнайза ок торул таң ойнотуп ок жыландай сойлотуп айланайын жарыктык ошол кезде коңурду жетип барып артынан көмө коюп кетти дейт жааган күндөй күркүрөп ал каранын үстүнөн күркүрөп учуп кетти дейт ошол кезден Алмамбет Коңурбайдын ошондо ал каранын үстүнөн 6 жолу сайды дейт 6 жолуң ошондо эми мыктап качты дейт ага дагы булбуду Коңурбайды карасаң Карыканга барып кел жамандап эмең турду дейт ошол кезде мен өзүм Карыканга баргамын Карыкан келип ошондо айланайын жарыктык айланайын жарыктык
쓰랑기 생간든 алтын 탁 가바를 간다. алтын 탁은 누순도 마가비리 살간다. басындағы тажыны кигізе қойып алғанда, сол кезде жарықтық түнде жатып түш көрдім, түшімде мүшкіл іш көрдім. Ақсақал чандумана маға келіп кеп айтқанда бек айтып, айланайын Алмамбет, алтын таққан отырсаң, ашып кетсе 20 күн ханның болурсың. Андан кейін сен өзің қайрылбас жайды көресің. Девусондың думана көздің қайың болғыны, тараза жылдыз батқанда, таңғаш қайып атқанда, қамыштың барын зырқырап, таң малында мұздақ жел ұрып емін жатқанда, сол кездің Алмамбет, умаштай көзің açылып, ұйқысы қашып шашылып, айланайын Алмамбет, думанаң айтқан сөздерге еме мықтап байқаса, еме ментеп қараса, тал тағының жанында каухарменен қапталған бар екен ұры жанында. Тереңдегі жарықтық алқудықтың ішінден, адам түгіл құдықтан қанаттың ұшып шықпаған. Девушім жарықтық алаңғы чабыл буды, өзінесің алтындан, алтын айдан қат келет. Алмамбеттің усондо алтын айдын бұлғатын, оқып емің тұрғып тұр. Сол кездің Алмамбет, есен қандың жанағы балбандарын жайлады. Қары қандың бұл тасын жай тасын емің алғаны, ешіктегі саралаға менде дейт. Сол кездің Алмамбет, қара бұлт бұлдырсын, чапса құлақ тұндырсын. Қармай қалып еммереп сараланның оң тақымға жебедеп, өзенесің алтынға шашылып емің тұрды дейт. Будыр бел басып, будырмағашың жер басып, адыр бел басып, адырмағашың жер басып. Барып қалды көрдің бе, көріп көңіл бөлдің бе, алтын айған осондо кирип барды қарачы. Айланайын алтын ай, тетелеп ұрып жүзін, жатып еммен қалды дейт. Айланайын алтын ай, сол кездің Алманға сүйлеп еммен қалды дейт. Айланайын жарықтық таңғаш қайып атқанда, тараза жылдыз батқанда, қамыштың башың зырқырап, торғойыны чулдырап. Таң атқанда мұздақ жел urып тұрғанда, күн жаңыдан тигенде, сол кездің алтын ай, оң қолын суға салып тұр. Сол кездің алтын ай, қолдар атын алып тұр. Бұтын суға салып тұр, бұттар атын алып тұр.
우슬기댕 алтынай намазын емінгі құнып алмамбет кеп айтқанда бек айтат айланайын алмамбет азиз ханға барып кел мұсылман дінін тұтсын де ағадағы көнбісі қарданып қамынса айланайын алмамбет алтын тағын соңғы қанға буып суғарып емемен теба өзің кел деп ушентіп алтынай алмамбеттің жанына мажикті қосып берді дейд. Осыл кезден алмамбет өз атасын азиз ханға барғанда айланайын алмамбет алты енесін айтқан сөздерді төкпей таспай айтты дейд. Осыл кезден азиз хан бұл сөзді ментеп ұққанда алмамбетке ошондо сүргөр сөтүп турду дейт. Азиз ханды карасаң карданып камынып айбаттанып чамынып осул кезден азиз хан кылычын кармап турду дейт. Осул кезден алмамбет 40 балбанын жайлаптыр ағадағы булгун жок өз атасын усунду қанған кемиң жайлаптыр алтын тағын усунду қанған кемиң суғарып емиң салыптыр айланайын жарықтық хандан бери келгенде осул кезден жаннағы кебезбел бу кең өтүк кечилдин каны коңурбай арба курган чоң калдай намыстанып калыптыр айланайын коңурбай незгаранын келчитип сан колду баш кылып тосуп эмен калыптыр анын бириң жагында алты батман буудай жеп данжыттанган эр жолу 66 бир союп канжыттанган эр жолу эмен туруптур. Осул кезден алмамбет сараланын ошондо оозун тартып турду дейт. Оң колуна сырдайза окторул таң ойнотуп ок жыландай сойлотуп айланайын алмамбет муну ошону карачы кечилдин канын коңурга түздөп найза сунганы жетип барып ошондо коңурбайды карачы найза менен ошондо көмө сайып кеткени эми мыктап өлтүргөнгөн ошондо бара жаткан учурда коңурбайдын жаннагы жөгүлүк деген аяры жөлөп таяп кеткени айланайын жарыктык анын бириң жагында низкаранын ошондо агадагы алмамбет оң колуна сырнайза окторул таң ойнотуп ок жыландай сойлотуп көмө сайып өттү дейт. Чоң күрөңдүн үстүнөн эр жолойду низкаранын карасаң күркүрөп учуп кетти дейт.
한는 비링 작은다 알트 밭만 부다집 단지 땅간 줄로이도 알트무 샬트 빌소유 간지 땅간 줄로이도 하이라나긴 자르특 호솔기댕 알만벳 홍고룬 나설나자 옥토를 탕의노톱 옥줄한다 소이로톱 호솔기댕 자르특 뒤듭 나이자 손두댓 가르단읍 감문읍 알바탄읍 참문읍 일주를 공구손도 귤귤읍 이밍지띠릿 짓긴질된 오손도 이미 사유부뚜릿 호솔기대 두주루 귤귤읍 우죽기띠릿 이미 문티 발가상 하이라나긴 자르특 홀둠 바른 구손도 밑띠비민 갈드릿 카이단 자이단 자나그 미니니니 말트나이 쿨라비니 감츠랍 오르토 작은 누손도 우윳길이 빌리릿 지키 작은 일마직 초윳길이 빌리릿 강가에 집딩 가랄만 감합길리 빌리릿 하이라나인 자르특 호슬기대 잔나가 알만비띠 가라처 클르스 찾는 클르스 탑 탑답기띠 바라탓 나이자 찾는 나이자 랍 사입기띠 바라탓 가라불룻 불두손 잡사굴락 둔두손 불두손 민닌 날만빛 가급기띠 바라탓 오솔기띠 민누줌 탑답기띠 바라탐 할랑그 자불부두 하이단자이단 오손도 웅임직딘 뉴스튼 미니니니 말트나이 하이라나긴 자르특 서와랑 오고 장을럽 이니김시잇 불루풀 하이라나긴 자르특 오수기디 미누줌 쿨라위게 자나가 이니김딘 수근 이미믹탑 죽트듬 극부릉돈 토골돈 그축 작은 놀고문 이니 김딘 날드날 구라노 구부스지리기 이니 김디 골고문 구라빈닌 우손도 구라빈닌 소이고문 하이라나긴 자르특 오솔기댕 잔나가 타라자질드 밭간다 탕가스카여 밭간다 귀니미디 민규솔티겐데 하이라나은 자르특 한골둥 일지겐 오솔기댕 자르특 콩을 발든 나스그르 헤매문티 팔간다 사사부사 두루두 사라란 사라란 토콘롭 일마직딩 일지팁 호솔기디 민누숨 가습기디 민미 하이라나인 자르특 부두르 빌바습 부두르마가 숭질바습 아들 빌바습 아들마가 숭질바습 주류풀둥 구르둥부 일마직딩 일지팁 이미길님 구르둥부 하이라나긴 자르특 톰무랄간 토누툽 통콜공고누툽 이미줄둥 구르둥부
үзін суларды бойлап жүрдім көрдің бе, ұнышынды мен өзім алты күн емін дегенде, тал шоқуға таяндым, тал шоқының береке шетін қарасаң, үш қайыңдың түбінде өз атамдың ұшында киіп жүрген алтын тонды көмгөмін, андан кейін ұшында жол жүріп, жорғолотып мол жүріп, айланайын жарықтық адырдың шөбі сұйылат, адырдан арқар құйылат, бұдырдың шөбі сұйылат, бұдырдан бұғы құйылат, тектірден шөбі сұйылат, тектірден теке құйылат. Ошол кезде мен өзім көкшеге келгемін, айланайын жарықтық қалмақтарша мен сөйлеп, бири бүйді да пүйсін албай тұрдығы, айланайын жарықтық алаңғы чаң ұшынды, көкшеменен мен өзім ақ будайдың нуындай журулушқан дос болдым, ақ бөкендің қылындай сурулышқан дос болдым. Айланайын ерманас бір күні мен ошондо ермажиктің ершетеп сал бурунга барғамын. Сал бурунда жүргөндө берке қырдың ашқанда көктөннің бажанаңай көтүктің бүкчөсү Айдар қандың көкчөсү Айдар қандың көкчөнүн өргөгө қазақтардың барысы жыйылып эмен қалыптыр. Таңғалып эмен мен өзім эме мындай барғанда айланайын жарықтық астыман тосып ағыр-кеч барба деп артқа кемен қайтқын деп сараланы жыл олып тұрды көрдің бе улуу сөздің уят жоқ қай жалпы жұрттың барысы жашым менен қарысы айланайын Алмамбет Ағыр-кеч менен Алмамбет ысык жаны деп уктум бул экөөң эми да ойнош экен деп уктум ошондон эр көкчөгө бул сөздөр эми келип жетиптир деп ошондон Ағыр-кеч айтып турган чагында өзүм барып кетейин өзүм тыңдап угайын деп ошондон Алмамбет саралаң оозун бурду эле аянбай камчың урду эле ошол кезден Алмамбет эр көкчөнүн өргөгө такындап эмен барды дейт. Ошол кезде карасаң айланайын жарықтық эми мыктап байкасаң айланайын Алмамбет өргөгө мыктап киргенде эр көкчөнү көргөндө көрүп көңүл бөлгөндө айланайын жарықтық эми мынтип байкадың ошондон эр көкчө отуруп эмен калыптыр. Алмамбет басып барды дейт этегин басаң отуруп салам бердиң Алмамбет алек албайт эр көкчө сүйлөбөй эмен турду дейт. Ошол кезде Алмамбет карданып камынып айбаттанып чамынып
оң көзүнөн от чыгып, сол көзүнөн чок чыгып, эшикке чыгып уусунду ай балтасын колго алып, мындай турган казанды жара чапты дейт. Айланайын жарыктык, үзөңгү теппей саралага минди дейт. Качып эмең жүрдү дейт. Ошол кезде жарыктык аркасынан элдери көкчөлөп уран салыптыр. Айланайын жарыктык, Алмамбеттин ошондо артынан кууп калыптыр. Ошол кезде Алмамбет сараланы буруптур. Айланайын жарыктык, сырбараңды колго алып, Алмамбет мыктап туруптур. Кутудагы дарында куркурата куй деме, сүмбө менен сүмбөлөп, бата тарды тарткылап, милтесинен ок коюп, сүмбөсүнөн чок коюп, ок чыгармап Алмамбет эргөкчөнүн элине тарс эдирип бир атып, өйдө төмөн аткылап, эми минтип турду дейт. Айланайын эрмажик, Алмамбеттин ошондо колундагы сырбараң жолдоп алды дейт. Айланайын Алмамбет, бул элдерде не күнөө деп ошентип турду дейт. Аллаңгыча булбуду кирип калган элдерге жырың алтындан кемер курсанган, айдай бетин нур чалган, күмүштөн кемер курсанган, күндөй бетин нур чалган, сары талдан сайдырган, талы калган бежинде, сап алтындан жасаган, тагы калган бежинде, Ажизхандын Алмамбет ай саралаң ат минеп, сары жаргак шым кээп, күрсөң уйдалат, жанна жарама кылыч байланып, карданып каммынып, айбаттанып чаммынып. Ошол кезде жарыктык Алмамбетти карачы эргөкчөнүн элинен, кылыччанын кылычтап, найзачанын найзалап, эми мыктап жетти дейт. Ушул кезде мен өзүм алдымдагы жанагы жалгыз кара бөлүндө. Ошол кезде жарыктык эки өтүктүн бүкчөсү, Айдаркандын көкчөсү, айга булут жиберип, айдын бетин иммерип, күнгө булут жиберип, күндүн бетин иммерип, качып барат карачы, аркасынан Алмамбет кууп барат карачы. Жеткен жерден ошондо колундагы жарыктык кара болот булдурсун, чапса кулак тундурсун, булдурсун менен ошондо эргөкчөнүн башына коюп эмин кетти дейт. Жааган күндөй күркүрөп, ошол кезден эргөкчө көк аланын үстүнөн ыргып учуп кетти дейт. Көк аланы жайдактап олжу кылып кетти дейт. Ошондо Алмамбет көк аланы жарыктык акыр кечке тартуулап эмин кетти дейт. Ошол кезден акыр кеч айтып турду карачы, айланайын Алмамбет, көкчү сага эл болбойт, көкчү сага дос болбойт, андан көрө сен өзүң манаскаң эми качкын деп айтып турду, көрдүңбү? Ошол кезде мен өзүм айланайын манасым.